Кушатырымды соки жайып, ғажайып әдетті танам. Бұл ғажайып Руби, Руби, мейірімді Руби, сүйкімдісің Руби сен. Сәл баяуырақ, енді төмен қарайшы. Ақырындап бұра түс. Бәрекелді. Біз өте биікке көтерілдік, Чоко. Тағы жіберіп алдым. Көмегіңізге рахмет, әке. Меніңше Чокоға да, маған да, ұшаққа да үзіліс керек сияқты. Бастамасы керемет болып еді. Ең бастысы ұшақты бақылауыңнан шығарып алмауың керек. Берілмеймін. Келесіде дұрыстап ұшыратын боламын. Ренжімесеңіз қазір аздаған үзіліс керек. Сау болыңыз. Жақсы, Руби. Кешке тағы ұшырамыз. Дайынсың ба, Чоко? Кемпір қосақ ауылы, бізді қарсы ал. Ғажайып, Руби. Линейің мырза, асыға басып қайдан келесіз? Кембір қосақ орманнан жүгіріп келемін. Оған мүмкіндігінше тезірек жетуіміз керек. Ол ең жақын досы Чөппиді уайымдап отыр. Чөппиге не боп қалды? Ғажайып, Руби. Чоко, Линейің мырза, естідіңдер ме? Чөппи биікке самғап аспанды көргісі келеді. Алайда, ол жалқау мырзаның басынан ұзап кете алмай жүр. Соған оның да, жалқау мырзаның да көңілі түсіп кетті. Сен көмектесе аласың ба? Көмектесші. Сол үшін келдім емес пе? Тамаша, ендеше соңынан. Жолың болсын, ғажайып, Руби. Жалқау мырза. О, жалқау мырза. Қалайсың, ғажайып, Руби? Чөппи көңілсіз деп естідім ғой. Өзі қайда жүр? Үнемі төбеңізде отыратын еді. Ол қанатын қанша қақса да, биікке көтеріліп самғап ұша алмай жүр. Жалқау мырза Чөппиді жұмыртқада жатқанда тауып алып өсірген. Оған ұшуды үйрететін ешкім болмады. Сондықтан ол өзі үйренеді. Азиза,